Осы видеодан соң мясной пирогты сіздер пісірмесеңіздер ұят болады. Себебі бұндай дәмді ауызға салса еритін мясной пирогты жасап көріңіздер. Өте дәмді, қамыры деген жұп-жұмсақ, сочный болып шығады. Алдымен тестасын, яғни қамырын дайындап аламыз. 2 жұмыртқаның бір сарысын алып аламыз, бетіне жағуға керек болады. Сүтімізді және де бөлме температурасындағы сары май, тұзымызды қосып, ұнымыз аз-аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Мінекей қамырды илеп алды, қолға осылай жабыспауы керек. Ыдысымызға салып, бетін жауып қалдырамыз. Оған дейін ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Фаршымызға картоп, пияз, дәміне қарай тұз және де қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Осы уақытта қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі шамалы үлкенірек, біреуі кішірек болу керек. Үлкен бөлігін алдымен жайып аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне қойып, начинкасын салып, және де екінші кішкене бөлігін бетіне жауып, қауларша түйіп шығасыздар. Жаңа жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, бетіне жағып, күнжіт мак сеуіп, қызып тұрған пеште 160-170 градуста 50 минуттай пісіріп аламыз. Беті сарғайып шыққаннан соң біздің мясной пирогымыз дайын. Ас болсын.